Preview. Haydi adamız. Hey guys, it's Shakosh. Welcome back to my channel. Бүгінгі видеода менің тикток, берген тұрды. Таудан тау шығатыр. Әтештен короче, сағат 4-те қызмақ. Бергенде тұрды. У меня не получится прям такое эстетичное утро рисовать, как многие блогеры, но сюда да, давайте попробуем что-нибудь сделать. Да, школьный стар. Погода очень отличная. И, короче, подушка и келді. Ikimiz birga chiqib bo'ldik. Короче, вот, biz уже кәдімгідей айдалатамыз. Просто пробежка болғанда біз әшейін просто жүріп қайтып жатыр қазір. Вот, прям дала уже, сағат 5:30 деп айтады, дала уже осындай күн. Прикиньте. A few moments later. Достар, менде кішкене пробежка, кішкене жүру просто болды. Енді үйге қайтып келе жатырмын. Это я. Вот. Үйде бәрі ұйықтап жатыр, поэтому оятпау үшін шопытым сөйлеп жатырмын. Сағат 6:47 кетті. Мен өмірімде ешқашан 4:30 тұрмағанмын. Вот такой вот у нас омлетик сладкий. Достар, бәрі жақ өте қатысып кетті. Мен бағана типа жаттығу жасап жатырмын. Негізі мен жасадым, оны просто видеода ракурс қалай қоятынын білмедім. Короче, мен жасадым 2 видеоның күн. Мен сіздерге мына жерде көрсетемін міне. Вот осы 2 видеоны істедім. В принципе, нормально, прям кәдімгі ішің ауыр кетеді ғой. Су сеуіп алдым бетіне, потому что бізде күн ыстық. Сонымен достар, видео уже соңына жетті. Өйткені бізде сағат қазір 11-ден 10 кетті. Яғни уже түс болайын деп жатыр, короче. А менің видеом ол тек қана my productivity day. Ой, то есть my productivity morning болған. Қаш таңғы менің продуктивный күнім болған болды. Мен таңым уже өтті, уже түс басталды, поэтому видеоның соңына жеткізетін болдым. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. И всем бай-бай.